Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Сендермен математика сабағында шәкірт онлайн мектебі және де Салтанат апай. Бүгін біз алдыңғыдай логикалық тапсырмаларды шығаратын боламыз. Жалпы логикалық тапсырмалар бізге қаншалықты пайдалы екенін білесің бе? Себебі біз логикада мына байқағыштық, сонымен қатар мына миымыздың жақсы жұмыс істеуі, сосын ойлау қабілеттерімізді дамытады екенбіз. Әрқашан осы миымызды дамыту үшін логикалық тапсырмаларды әрқашан шығарып отыру бізге өте пайдалы. Ал енді бірден мына бірінші тапсырмаға көшейік. Тапсырмасын оқимын, ал сен мені мұқият тыңда. Өзеннен темір ыдыспен 4 литр су алу қажет. Егер сенде 5 литрлік шелек және 3 литрлік банка болса, онда өзеннен суды қалай аласың? Суды бірнеше рет алуға, құюға болады. Судың мөлшеріне қарай оны фишкалармен алмастырып, практикалық жұмысты орында, дәптердегі кестені толтыр дейді. Ал кәнекей, мен былай істеймін. Мен мына кітаптағы емес, өзімнің кестеме салып көрсетейін, жарай ма? Егер сен бұл тапсырманың жалпы қалай шығарылатын жолын біліп алсаң, әрі қарай екінші, үшінші тапсырманы орындау саған өте оңай болады, жарай ма? Ал кәнекей, тақтаға назар аудара ғой. Ал кәнекей, енді есепті жалпы тағы да бір рет түсіндіріп кетейін. Бізге мына 4 литрлік темір ыдысқа 4 литр су алу керек. Бірақ бізде мына 3 литр банкамен 5 литрлік шелекті қолдануымыз керек. Енді бірінші не істейміз? Ең бірінші біз мына 5 литрлік шелекке суды толтырамыз. Толтырғаннан кейін не істейміз? Мына банкаға 3 литр суды құямыз. Құю деп жазып қояйын. Сол кезде мына шелекте тек қана 2 литр ғана қалады ғой. Дұрыс па? Себебі 5-тен 3-ті азайтсақ 2. Енді осы 2 литрді біз не істейміз? Мына темір ыдысқа құямыз. Міне, сонда бізде 3 литр, мына жерде 2 литр және де мына жерде 0 литр қалды. Енді осы процесті тағы да қайталаймыз. Не істейміз? 5 литр тағы да құйып аламыз. Сосын мына жердегі суды төгіп тастаймыз да, тағы да 3 литрді су құямыз. Сол кезде бізде 2 литр су қалады. Осы 2 литр суды біз тағы да не істейміз? Темір ыдысқа құямыз. Сол кезде бізде мына темір ыдыста 4 литр су болады. Міне, осылай. Ал енді балалар, мына екінші тапсырмада осыған ұқсас екен. Соны оқып жіберейін. Сыйымдылығы 8 литр және де 5 литр болатын 2 шелекпен өзеннен 7 литр суды қалай құйып алуға болады деген сұрақ бізге қойылған екен. Енді менің нұсқам мынандай. Бірақ сендердікі өздерің нұсқаларың болуы мүмкін. Тек қана мына шарт сақталса болғаны. Міне, яғни 8 литр және 5 литрлік шелекпен 7 литр суды алсақ болғаны. Менікі бірінші былай. Мен 5 литрлік шелекке 5 литрді суды құямда, оны не істеймін? Бірден мына екінші 7 литрлік ыдысқа құйып алам. Енді мына жерде 0 қалды ғой. Енді қайтадан 5 литрлік шелекке құйып аламда, оны енді мына 8 литрлікке не істеймін? Құямын. Сол кезде
менде қанша литр қалды? 3 түгел құйдық, 0 литр қалды. Тағы да не істеймін? 5 литрге тағы да құйып алам да, оны мына 8 литрге құям. Сол кезде мына жерде 5 литр бар, оған тек қана 3 литр ғана құйылады. Енді 5-тен біз 3-ті азайтса, 2 литр ғана қалады ғой, дұрыс па? Енді осы 2 литрді мен аламын да, екінші мына ыдысқа құямын. Сол кезде, ал енді қарайық. Сол кезде міне 5 литр құйылды және де 2 литр құйылды. Сонда бізде қанша литр болды? 7 литр болды. Бұл менің шығарған нұсқам, балалар. Сендерде бұл нұсқа басқаша болуы мүмкін. Тағы да бір рет айтамын. Ең бастысы мына 7 литр алынса болғаны. Басқа емес, тек осы 2 шелекті қолдану қажет. Егер бұл есепті мен айтқандай емес, басқаша қылып шығара алсаң, міндетті түрде видеоға түсіріп, немесе осы видеоның астына жазып жіберсең, мен саған міндетті түрде жауап беретін боламын. Жарай ма? Ал келесі тапсырма, үшінші тапсырма тура осындай, бірақ сәл өзгешелігі бар. Соны жақсылап тұрып оқып, қадам-қадам бойынша шығара ғой. Ал балалар, енді көп кідірмей, онда келесі 4-ші есепке көшейік. Жарай ма? 4-ші есепті әр қайсысын мен талдап, шешуін жауабын табуға саған көмектесетін боламын. Мұқият, жақсылап тұрып тыңдай ғой. Автобуста 20 әйел және олардан 6-ы кем ер адам келе жатты. Автобуспен барлығы неше адам келе жатты дейді. Ал кәнекей не істейміз? Шартына қандай жазуларды қолданамыз? Автобуста кімдер келе жатты? Әйел адам және де ер адам. Міне тура солай. А нұсқасы. Әйел адам, ер адам. Әйел адам нешеу болды? Қарай ғой. Әйел адам 20. Ал енді ер адам белгілі ма? Белгісіз. Не дейді? Олардан 6-ы кем дейді. Белгісіз, 6-ы кем. Мен жоғары қарай бағытты көрсетем. Және де бізге соңында тағы да бір сұрақ қойып тұр. Не деп тұр? Барлығы неше адам екенін табу керек. Ал кәнекей шешуі. Балалар, әлі де мына осындай есептерді бірақ қана амалмен шығарып қояды. Мұқият қарай қойшы, міне, 1 белгісіз және 2 белгісіз. Яғни 2 амалмен орындалады ғой. Мұқият бол, жарай ма? Ал енді не істейміз? 20-дан 6-ны азайту арқылы біз ер адамды табамыз. Енді осы ер адамға әйел адамды қосу керек қой барлығын табу үшін. Сондықтан мен 20-ны тағы да қосамын. Ал жауабына не деп жазамыз? Автобусты барлығы мына шыққан саныңды жазып, осыншама адам деп көрсетесің. Жарай ма? Ал енді келесі ән нұсқасын қарай ғой. Автобуста 36 бала келе жатыр. Бұл ересектерден 4 есе артық. Автобуспен барлығы неше адам келе жатыр дейді. Шартына қандай 2 нәрсені қолданамыз? Балалар мен ересектер туралы айтылған екен. Міне, тура осылай жазамыз. Ән нұсқасы. Балалар және ересек адамдар. Енді балалар деген сөздің қасындағы санға қарай ғой. Қанша бала келе жатыр екен? 36. Ал енді ересектер белгісіз, мына балалар 4 есе артық екен. Себебі бұл есепте бұл деген сөз тұр. Енді бізге тағы да барлығы қанша адам деген сұрақ беріліп тұр. Қараймыз. Ересек белгісіз және барлығы белгісіз. 2 белгісіз, яғни 2 амалмен орындалады. Шешуі не істейміз? 30 есе артық деген кезде біз көбейтуші едік. Бірақ бұл дегендіктен не істейміз?
бөлеміз. 36-ны 4-ке бөле ғой. Ал енді 36-ны 4-ке бөліп, біз ересекті тауып аламыз. Енді барлығын табу үшін осы ересек адамдарға балаларды не істеуіміз керек? Қосуымыз керек. Қосу 36. Ал мынаның жауабын өзің жаза ғой. Ал енді келесі мына Б нұсқасына қараймыз. Балалар билеті 40 теңге тұрады. Бұл ересектерге арналған билетке қарағанда 40 теңгеге арзан. Бұл бір ересек адам мен бір баланың билетін бірге алғанда қанша ақша төлеу керек дейді. Яғни не істейміз? Бұл есепте де 2 балалар билеті және де ересектер билеті. Мен бұл есепте шешуін ғана жазып көрсетемін. Бұл ересектерге арналған билетке қарағанда 40 теңге арзан дейді. Арзан деген кезде жалпы біз азайтамыз. Бірақ бұл деп тұрғаннан кейін не істейміз? Қосамыз. Яғни 40 теңгеге біз 40 теңгені қосып аламыз. Неше болады? 80. Бұл ересек билеті. Ер деп жазып қойын, жарай ма? Ал енді бір ересек билеті 80 теңге тұрады, бір бала билеті 40 теңге тұрады. Екеуін есептейік. 80-ге 40-ты қоссақ, неше болады? 8-ге 4-ті қосып, 0-ді тіркей сал. Ал жауабына не істейміз? Ең соңғы сұраққа жауап береміз. Ал енді үшінші тапсырмаға қараймыз. Бірдей 3 монетаның біреуі жалған. Ол қалғандарына қарағанда жеңіл. Гіртасты қолданбай, табақшалы таразда бір рет қана өлшеп, оны қалай табуға болады дейді. Кәнекей, мен саған біріншісін көрсетем, ал екіншісін өзің шығарасын, жарай ма? Мысалы, кез келген бір мынаны 3 монета деп ойлайық, мысалы, мына 3 маркер, бірақ осының біреуі жеп-жеңіл. Енді бір-ақ рет қана өлшеу арқылы және гіртасты пайдаланбай, мен оны қайдан білемін? Үшеуі бірдей болса, мысалы, не істеймін? Кез келген, мысалы, екеуімен біреуін аламда таразыға қоям. Егер менің таразым мынаны басып кетсе, мынау ауыр болса, яғни не деген сөз? Мынау жалған, яғни бұл жеңіл деген сөз. Ал енді баспа екеуі тең болса, онда не деген сөз? Онда мына 2 монетаның біреуі жалған деген сөз. Түсінікті болды ма? Міне, тура осылай. Мына 5-ші тапсырманы орындап, және де Instagram парақшаға маған логикалық тапсырмалар ұнайды деп шәкірт онлайнды белгілеп жібере ғой, жарай ма? Келесі тақырыпта бізде өте қызық. Және де осы жалпы біздің тарауда өткен тапсырмаларды бір қайталап, бекітіп шығатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.